Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өзімнің жылда дайындап жүрген сацебили салатының дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге қажет заттармен таныстыра кетейін. Ол үшін бізге помидор, қызыл болгарский, чеснок және қалампыр қажет болады, және де укроп міндетті түрде қажет болады. Ал енді кеттік бастайық. Ең алдымен көкөністеріміздің барлығын жақсылап жуып тазалап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай болгарскийді сабағынан ажыратып, мясорубкадан өтуге дайын қылып, кесіп, жақсылап жуып тазалап аламыз. Осы жерде айта кетейін, болгарскийдің мөлшері менде 3 килограмм. Ал ендігі кезекте помидорларды да тазалап, турап дайындап алдым. Ал помидорлардың мөлшері менде 9 килограммдай. Бұл жердегі помидор тек қана помидордың жарты бөлігі ғана көрсетілген. Достар, бұл салатты міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте өтімді салат, балаларымның барлығы өте қатты жақсы көреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пиязымды басында көрсете кетпеген екенмін. 3 бас пиязды осылай турап алдым. Қазір майға қуыратын боламыз. Ыдысымды дайындап алдым, отын жағып, 200 граммдай май құйдым. Мен үнемі осы кастрюльге дайындаймын. Вареньені де, салаттарды да, 10 литрлік кастрюль. Қызған майымызға пияздарды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Ал пиязымыз қуырылып болғанша, мен мұнда болгарскийлерді мясорубкадан өткізіп алдым. Мінекей пиязымыз қызарып шықты. Енді үстінен дайын болгарскийімізді салып, 10 минуттай қуырып аламыз. Ендігі кезекте помидорларды да өткізіп алдым. Арасында қалампырларды да өткізіп жібердім. Қалампырдың орташа көлемдегі 8 штугын қостым. Себебі әші болып шыққан қалаймыз. Егер де әшіні қаламайтын болсаңыздар, қалампырды осы мөлшерден азайтсаңыздар болады. Осылай қалған помидордың барлығын мясорубкадан өткізіп, шетінен сала бердім. Ендігі кезекте чеснокты да мясорубкадан өткізіп алдым. Чесноктың ірі-ірі 3 данасын қостым. Осылай бір қайнап шыққаннан кейін отын баяу қойып, арасында қозғап тұру керек. Чеснокты салдым, көріп тұрғандарыңыздай. 3 уыс тұз салдым. Сіздер дәміне қарап, тұзды мөлшерлей берсеңіздер болады. Соңына да кеп қалдық. Соңынан 2 бумадай укропты турап салдым. Укроп қаншалықты молырақ болса, соншалықты дәмі керемет болып шығады. Баяу отта 1,5 сағаттай қайнаттым. Астын арасында қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей сацебилиім дайын болды. Иісі деген бұрқырап, мұрынды жарады. Өте дәмді болып шықты, дәмі керемет. Енді банкаларды жақсылап жуып тазалап, парить етіп, міндетті түрде. Содан кейін барып жауып тастадым. Менде 9 литр шықты. Содан кейін банкаларды жылы жерге орап, төңкеріп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, видеом ұнаса лайк басып, коммент қалдыра кетіңіз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Гаухар. Көріскенше.